Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін нәрестенің табанындағы ең маңызды нүктелерді айтатын боламын. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Балалар қай жері ауырып тұрғанын айта алмағандықтан тек қана жылаумен шектеледі. Мұндай жағдайда қарапайым әрі тиімді әдістер де баршылық. Дәрігерлер үй жағдайында аналардың жылаған балаға алғашқы көмек көрсетуіне ыңғайлы нүктелерді атағалы қашан. Тек бала ауырғанда аптырап қалатын ата-аналар жағдайды ушықтырары анық. Балақай жылай бастаған кезде табанына бір тамшы массаж майын, кез келген массажға арналған май түрі болады, жағып жіберіп ақырын сипайлаймыз. Суретте көрсетілгендей баланың табаны 6 бөлікке бөлінеді. Бұл 6 бөліктің арасында өзге де нүктелер бар. Міне сол нүктелерді жаймен әрі жағымды етіп ыса отырып, баланың қай нүктені ұқалаған кезде өзін жайлы сезінгенін байқауға болады. Кей кезде бала жайсыздықты сезінгенімен, дәрігерлер де тәжірибелі ата-аналар да нақты қорытынды шығара алмайды. Дәрігерге сүйремес бұрын өз балаңыздың қай жері ауырып тұрғанын біле аласыз. Баланы ұйықтар алдында ақырын сипасаңыз, жақсы әрі тез ұйықтап кетеді. Бұл ұқалау тек сипап, жайлылық пен рақат сипау үшін жасалады. Егер де батырып, саусақпен табанға күш салатын болсаңыз, баланың қан айналымы жылдам жүріп, керісінше ұйқысын ашып жіберуіңіз де мүмкін. Ал енді табандағы нүктелердің қай бөлігі қандай ағзаға жауапты екенін біліп алыңыз. Бірінші, бармақтың жоғарғы жағы мұрын мен тамақ. Екінші, бармақтың төменгі жағы тамақ пен тіс. Үшінші, асқазанның төменгі мен қарынның жоғары жағы. Төртінші, қарынның жоғарғы бөлігі. Бесінші, іштің төменгі жағы. Алтыншы, белден төменгі аймақ. Достар, осымен видеоның соңына да келіп жеттік. Видео сіздерге ұнады деген ойдамын. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.